Сонда 50 намазды парыз қылдым саған және сенің үмбетіңе. Қабыл ал, ей Мұхаммед. Ләббайка ва сағдайка. Ләббайка, Раббым, алдыңдамын, Раббым. Сені разы қылу ғой менің мақсатым. 50 намазды міндеттедім саған және үмбетіңе. Ешқандай не жоқ, бойұсыну. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сидраға түседі, Жибрил қарсы алады. Не болды? 50 намаз бұйырылды. Сөйтіп ары қарай 7-ші аспаннан 6-ші аспанға түскен кезде Мұса пайғамбармен жолығады. Мұса деген жаны ашып, Мұсаның пайғамбарға деген жүрегін қараңыздар қандай. Мұсаның ісін, Мұсаның жаңағы пайғамбарлығына сенеміз деп жүрген Исраил ұрпақтары, иудейлер бүгінгі. Ол дәл сол Мұсаның істегенді істей алса жана, олар істемеді оны. Олар көңіл қалауларын таңдады, Алланың да, Мұсаның да орнына. Мұса пайғамбар жаңа жерде не бұйырды Раббың? 50 намаз бұйырды, ей Мұса. Көтер алмайды қауымың, ей Мұхаммед, қайта бар. Мен саған шын айтам, Алланың атымен ант етем. Мен Исраил ұрпақтарына жетекші болдым. Мен бұдан да азырақ нәрсені міндеттеп оларға бұйрықты орындаңдар деген кезде қарусыз қалдырған, әлсіздік танытқан. Сондай-ақ менің кезімдегі заманымдағы адамдар сенің кезіңдегі адамдарға қарағанда физикалық тұрғыдан да басқаша тұрғыларынан да күштірек болған. Сонда да қарусыз қалдырып тастап қойған. Қайтадан жеңілдетші деп бар сұра. Пайғамбарымыз Жибрилге қарайды. Рұқсат кеңесіп атқандай Жибрил айтады: егер қаласаң болады дейді. Жибрилге Алла Тағаласы алдын ала білдіріп қойған. Егер қаласа болады деген нәрсені. Содан қайтадан құзырына көтерілдім дейді. Раббым, менің үмбетім әлсіз, көтер алмайды бұл нәрсені. Сөйтіп жаңағы 10-ға қысқартады. Пайғамбарымыз келе жатыр. Мұса қайтадан жаңағы сөздерін қайталайды. Бұдан да аз нәрсені бұйырған қауымы істемеді, қиналасың, ертең қауымыңмен қиналасың. Сонымен осындай нәрсе болып жатыр. Жалпы 5 рет көтеріледі ғой. Сонда жаңағы 5-ке қысқарады намаз. 5 намазға қысқарады. Сонда 5 намазға қысқарып қайта келе жатқан кезде Мұса пайғамбар қайтадан 5-еуінде көтер алмайды дейді. Бұдан да аз нәрсе берілген еді менің үмбетіме, көтер алмады. Көтер алмайды деген кезде пайғамбарымыз айтады: ау Мұса, мен ұяламын енді Раббымның алдына баруға. Қайта қайшы келіп атқан сияқтымын, мен көтер алмайды, сон бұл баруымды енді көтер алмайды дейді жүрегім. Мен бара алмаймын, осы 5-еуіне қанағаттанамын дейді. Сол сөзін естіген кезде Раббысы сөйлейді. Раббысының сөзін естиді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: ей Мұхаммед, алдыңдамын Раббым, сені разы ету ғой менің мақсатым. Лаухул махфузда 50 намаз деп жазғанмын. Сол 50 намаз сол бетінде кітаптың анасында қалай тұр, солай қалады. Мен өзгерте алмаймын дейді оны. Алайда практикалық тұрғыда саған және үмбетіңе 5-еу қылып жеңілдеттім. Жаңағы лаухул махфузда өзгермейтіннің сыры, 5 уақыт намаз аман болса, әрқайсысына 10 намаздан жазылады да, 50 намазды атқардыңдар деп жазылады. Бұл менің сенің үмбетіңе берген жеңілдігім. Қабыл ал. Сондай-ақ үмбетіңе айт, кімде-кім бір жақсы істі істегісі кеп ниет қылып, соны істей алмай қалса, оған бір жақсылық жазамын. Егер ол оны істесе, 10 жақсылық жазамын. Кімде-кім бір жамандыққа ниет қылып, оны істемесе, онда оған бір жақсылық жазамын. Егер де ол оны істеп қойса, онда бір жамандық қана жазамын. Сондай-ақ міне саған осы 5 уақыт намазды бердім. Сондай-ақ Әл-Бақара сүресінің соңғы 2 аятын сыйладым. Сондай-ақ үмбетіңе тағы бір ерекше кеңшілік жасалды деп бір үлкен нәрсені сыйлайды. Аллаға серік қоспағандарға осындай нәрсе болады деп, оны кейін өздеріңіз бір жерден оқып аласыздар, әйтсе босап кетерміз. Міне сол нәрселерді сыйлап, сонымен жаңа Жибрил осы 5 уақыт намазда, мына жерде қарасаңыздар, кішкене уақыттарыңызды алайын. Ана
Кейде сіз бір жерде мысалы бір істі басқарсаңыз, сосын бір сенімді адамыңыз болса қасыңызда, сол сенімді адамыңызға бір істі тапсырасыз, тағы бір істі тапсырасыз. Сосын бір өте бір маңызды іс болады. Ол істі өзің тапсырмасаң қанағаттана алмайсың деген нәрседе мысал ретінде Аллаға ешкім мысал бермейді ғой. Бірақ мен намаздың дәрежесін, намаздың қадір қасиетін түсінуіміз үшін ғана айтқым келіп отыр бұны. Сонда жаңағы үнемі Жибрил арқылы жіберіліп отқан уахилер, үнемі Жибрил арқылы жіберіліп отқан парыздар, тыйымдар, қайсысына қарасаңыз, тек қана намаз өзінің хұзырына Алла тағала алдыртып, өзі берді. Енді ойлаңыз бұл намаздың дәрежесін. Сондықтан намаз, құрмет жамаат, ғұламалардың айтуынша мұсылманның миғражы дейді ол. Өзі де Мұсаға айтқандай, уақимис солат әлі зикри, намазға тұрған кезде мені еске алуың үшін оқы, ей Мұса дегендей. Сондықтан намаз ол біздің күллі нәрсеге сенгеніміздің, жаңа мысал айтайық, пайғамбарымыздың аузынан шыққан күллі хабарларды мойындап, анау сәждемізде соның күллісін жаңағы мойындап атқан нәрсе. Бұл Алламен байланыс. Егер бұл байланыс болмаса, қараңыз, жаңағы 7 қабат аспанда қандай істер болып жатыр. Су қай жақтан келіп жатыр, ризығың қайдан келіп жатыр. Міне, шүкірлік деген нәрсе ең осы 5 уақыт намаздан басталады да адам. Одан кейін ары қарай арта береді ол. Міне, осындай сыймен қайтып келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Содан жаңағы Жибрилмен бірге Ал-Ақса мешітіне келеді. Ал-Ақса мешітіне келіп, сол жерге қарасам, варайту не дейді, фи жамағатил анбия. Қарасам, күллі пайғамбарларды жинап қойыпты дейді Алла тағала Ақса мешітіне. Оп-оңай Аллаға. Бұл жерге бұл ақылға сиятын нәрселер. Біреулердің жаңа өздерінің ақылдарын кейбір өлшемдермен шектеп қойғандықтан сыймайды. Ол оның проблемасы. Мұсылманның ақылына сияды. Күллісін жинап қойғанда, сөйтіп Жибрил келіп мені алдыға қойды дейді. Алдыға қойып мені имам қылды да, күлліміз сол жерде хана уақыты сола, намаздың уақыты келді. Яғни түнгі намаз ғой. Түнгі намаз пайғамбарларға парыз. Күллісі сол намазды оқиды.